Сәлем достар, бүгін біз физика есептерін оңай әрі жеңіл шығару жолдарымен танысатын боламыз. Көбіміз ойлаймыз, физика есептері өте қиын, оны есептерін шығару керек. Негізінде физика есептері өте оңай. Осы видеоны соңына дейін көріңіз, сізге пайдалы болады деген ойдамын. Ал кеттік. Бірінші, әрқашан есептерді шығарар кезде берілген барлық шамаларды халықаралық бірліктер жүйесіне сәйкес берілген бе, соны тексеріп аламыз. Егер берілмеген жағдайда, бұл шамаларды біз халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп аламыз. Мысалға, массасы 250 грамм. Бізде массаның өлшем бірлігі килограммен өлшенеді, сол үшін 0,125 килограмм деп жазып аламыз. Осылайша біз формулалардың орнына сан мәндерін қойған кезде бізде нақты жауап шығатын болады. Осылайша сіз ЕНТ-да плюс 1 балл қосып алатын боласыз. ұбт-да келген есептерге талдау. Мысалға, көлденең қимасының ауданы 60 см квадрат. Яғни ауданның өлшем бірлігі метр квадратпен өлшенеді. Сол үшін біз 60 көбейту оның минус 4-шісі метр квадрат деп жазамыз. Контур ішіндегі магнит ағыны 0,3 милли. Милли дегеніміз оның минус 3-ші дәрежесі. Сол үшін осылай жазып аламыз. Контур жасықтығын перпендикуляр қиып өтетін біртекті магнит өрісі индукция векторы. Бізде перпендикуляр дегеніміз 90 градуспен бұрыш жасайды деген сөз. Сол үшін косинус 90 градус болады. Және де магнит бұл жерде табылу керек. Магнит өрісінің индукция векторы. Бізде косинус 90 градусы 1-ге тең. Осылайша біз формуланы осылай жазып аламыз. Магнит өрісі тең болады F бөлінген S. Осылайша шамаларды орнына қойғаннан кейін бізде 0,105 деген сан шығатын болады. Енді жауаптарына келейік. Жауапта осыған келетін сәйкес жауап бар ма? 5 көбейту оның минус 2-шісі. Бұл 0,105 сәйкес келеді. Бұны дұрыс жауап деп қабылдаймыз. 50 көбейту оның милли тесла. Бұл да 0,105-ке сәйкес келеді. Бізде осылайша 2 дұрыс жауабымыз бар екен. Екінші кеңес, ең негізгі формулаларды есте сақтау. Оларды есте сақтау үшін физикадан есептер жинағы кітаптарынан А деңгейлі оңай есептерді көптеп шығару. Бізде көптеп шығаратын болсақ, тәжірибеміз артады, және де практика жүзінде осы формулалар миымызда сақталатын болады. Үшінші кеңес, ұбт-да ең оңай сұрақтарды, есептерді шығарудан бастау. Қиын есептерге уақыт жоғалтқаннан гөрі, оңай есептерді шығарып, көп балл алған жақсы ғой. Сол үшін оңай есептерден бастаңыз, қай пән болсын, бірінші оңайынан бастаңыз, сосын ары қарай өзіңіз оңай есептер шығарып болғаннан кейін қиыннан уақыт арнай бересіз. Деңгейі қиындау есептерге кез келген берілген қысқаша жазған жөн. Мысалға, масса дегенді масса деп жазып өтпей, тек қана М әрпімен белгілесек күшті, мысалға F әрпімен жұмысты А деп белгілесек жеткілікті. Және де сан мәндерін жаза қойсақ, соңғы кеңесіміз формулалар еске түспей қалған жағдайда есепті өлшем бірліктері арқылы шығару. Бұл дегеніміз бізде 7-ші сыныпта оңай әрі жеңіл есептерді шығаруды өттік. Оларда тек қана бір формуламен шығаратын бізде. Яғни бір формуламен және де оңай шығара аламыз. Осылайша өлшем бірліктеріне қарап шығарсақ болады екен. Достар, біздің сабағымыз ұнаған болса, лайк, подписка жасаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздердің сұрақтарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз және де жауап береміз. Сау болыңыздар.